Сәлем. Мен Алтынай Әзірбай, 8 жылдық тәжірибелі инженер құрылысшы және интерьер дизайнері. Мен сізбен осы видео арқылы неше түрлі пайдалы кеңестермен бөлісіп отыратын боламын. 2022 жылы және одан ары қарай 10 жыл шамасында трендтен қалмайтын интерьерлерді айтатын боламын. Ал енді бастайық. Бірінші тоқталатын тренд ол арка. Мән беріп қараңыз. Арка дизайн әлеміне, интерьер әлеміне енді жаймен қадам басып кіріп келе жатыр. Суреттерде өте әдемі көрінеді. Осы арканы пайдалансаңыз, өкінбейсіңіз. Стенаны бояғанда краскамен арка қылып жасауға болады, және жиһаздардың бетіне пайдалануға болады. Және келесі тренд екінші, ол дөңгелек үстелдер. Қарасаңыз болады. Ол бүкіл әлемді жаулап алып жатыр. Қазір енді бүкіл әлем бойынша жапанди деген стиль мода болып жатыр енді. Именно минимализм стиліне Японияның изюминкаларын қосып жатыр. Үшінші тренд ол үлкен формалы плиткалар. Қазір енді бізде көбіне Ақтауда 1,5-да 80-діктер шығып жатыр. Стандартный 1,20-да 60-дық формалар қазір кез келген керамогранит сататын жерлерден таба аласыңыз. Және ол кеңістікті көрсетеді. Помещениені қыспай. Және тағы 4-ші трендке тоқталсақ, ол фасадтардың, мысалы жиһаздардың фасадының ручкалары. Біздер көбіне үйдің ремонтын, дизайнын жасап аламыз да, ручкаларға көп мән бере бермейміз. Каждый үйде декоративный заттар болмаса, үйдің іші пустой сияқты болып тұрады. Ол именно осы жиһаздың ручкалары және декоративный жастықтар, картиналар болса, үйіңді толықтырып тұрады. 5-ші тоқталатын тренд ол латунный фасады. Қазір именно фасад мебельдің беті полностью латунь болатындай, суретке қарап қойыңыз. Солар мода болып жатыр. Енді оны мен айта алмаймын, ұзаққа барады деп. Но бұл да бір ерекшелікті, қорықпайтын адамдар пайдаланса болады. Және 6-ші трендке тоқталсақ, ол үлкен формадағы айналар. Айна жалпы пространствоны кең қылып көрсетеді. Жасырын келген стеналар, балкалар болса, айнамен жасыруға болады. Мысалы, жап-жақын жерде стена болып тұрса, оны кең қылып көрсетуге болады айнамен. Суреттерде көбіне байқалып тұр. Және келесі қисық формадағы айналар қазір трендте болып келе жатыр. Осылар енді келіп жатыр интерьер әлеміне. Пайдалансаңыз өте әдемі көрінеді. Жалпы карантиннен кейін біздің осы 2021 жылы интерьерге табиғи нәрселер көп қосылды. Ағашты пайдалану. Именно шпондарды айталам, но рейка, ағаштан рейкілер, олар уже қалып бара жатыр. Оны пайдаланбасаңыз болады, уже неше жылдан бері келе жатқасы, ол уже көп дизайнерлерде жалпы көп жерде пайдаланып кеткесі, ол да қалып бара жатыр. Тағы келіп жатқан ол әлемдік тренд, ол карниздің болмауы. Ол енді біздің қазақтарға көбіне келіспейді. Біздер жаңағыдай неоклассикаға жақын, галтельмен, әдемілетіп, молдингпен ремонт жасаған жақсы көреміз. Енді ол онда айтпасқа болмайды. Тағы бір тоқталатын тренд ол алтын түсті. Алтын түс қайтып келіп жатыр. Оны латуньмен фасадтың бетіне пайдалансаңыз да болады, жаңағы бір тренд ретінде. Және ручкаларға, любой элементтерге пайдалансаңыз болады. Келесі тренд ол подвестер. Подвестер дегенде, мысалы, светильниктер, міне қараңыз, кроваттың бойындағы, және кіреберіске қойсаңыз да болады. Трендтер тек 2022 жылға ғана емес, әлде 10 жыл бойы болатын трендтер. 10 шақты трендке тоқталдым, бірақ осы трендтер модада екен деп бәрін бір үйдің ішіне жинай берген келіспейді. Үйіңіздің стенасы, плиталары, ламинат деген сияқты, мебельдің фасады, оларды нейтральный түспен жасасаңыз болады. Қатты көзге түсетін, қанық емес, көп шаршатпайтын, көзге ұрып тұратын түстерден көрі нейтральный, пастельный тондарды пайдалансаңыз болады. Видео ұнаған болса, сізден комментарий күтемін және лүпілдеріңіз күтемін.